Сәлеметсіздер сіздерме? Мені атым Асылым. Бүгін мен сіздерге отбасы туралы айтып беремін. Отбасы келген ең жақын адамдар. Менің отбасымда және атам, апам, әкешім, анашым, інім, сіңлім және мен бармын. Менің әкем әскери адам, ал анашым ұлағатты ұстаз. Біз інім екеуміз балабақшада барамыз. Балабақша бізде ұнайды. Атам мен апам ауылда тұрады. Атам мен апам бізде қонақта жиі келіп тұрады. Біз өте көңілді отбасымыз. Бізде ән айтқан, би билеген өте қатты ұнайды. Ата-апам әрқашан бізге өз ақылдарын айтып отырады. Мереке күндері күніді және қызықты өткізуде тырысамыз. Және туған күнімде маған тосын сыйлар мен сыйлықтар жасайды. Ал анашым дәмді тамағымен бізде қуантылады. Мен анасында көмектескен жақсы көремін. Оның тамақтары өте дәмді шығады. Жаз айларында және демалыс күні біз сеулен келемізді жақсы көреміз. Біз отбасымызбен соғбаттарда барамыз. Мен табиғат аясында сырттан жақсы көремін. Таза ауа және спорт. Денсаулық үшін пайдалы. Мен спортпен шұғылданады және гимнастиканы жақсы көремін. Ал қыста осылай қалда жатып ертелеймін. Анашым мені ертеледі, ботақаным дейді. Отан отбасымнан басталады. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Отбасымызды бағалайық.